Жаңа жыл мерекесінде мемлекеттік қызметшілердің әрбір іс-қимылы бақылауда болады. Облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті жергілікті билік өкілдеріне мерекеде сыйлық алмауға, сыбайлас жемқорлық фактілеріне жол бермеуді қатаң ескертеді. Сондай-ақ құзырлы орган аймақтағы мемлекеттік мекемелерді жаңа жылды мейрамханада тойламай, оның орнына қайырымдылық шараларын жасауға шақыруда. Жаңа жылға да санаулы күндер қалды. Осы кезеңде мемлекеттік қызметшіге сырт тараптан түрлі мерекелік сыйлықтар ұсынылуы әбден мүмкін. Бірақ қандай да бір бағалы зат немесе сыйлық алу заң талаптарына қайшы әрекет екенін ескерген жөн. Егер сыйлық алу дерегі анықталған жағдайда мемлекеттік қызметшіге 600 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынып, тіпті қылмыстық іс қозғалатын болады. Сондықтан алдағы мереке күндері мемлекеттік қызмет істері департаменті қызметкерлері мен мониторингтік топ мүшелері рейдтік тексерулерге шығып, атқарушы орган мекемелеріне қатаң бақылау жүргізбек. Жалпы мемлекеттік қызметшінің алған сыйлықтардың құны 2 айлық есептік көрсеткішке дейінгілері заңсыз сыйақы деп есептелініп, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 677 бабына сәйкес 600 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1.443.000 теңге айыппұл салынуға көзделген. Ал заңсыз сыйлықты берген азаматқа осы кодекстің 676 бабына сәйкес 200 айлық есептік көрсеткіш, яғни 481.000 теңге айыппұл салуға негіз болып табылады. Ал егер сыйлықтың көлемі 2 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, бұл пара ретінде қабылданып, бағаланып, оны берген тұлға да, алған тұлға да қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Осы мақсатта біз арнайы рейд шараларын жүргізетін боламыз. Яғни осы 25-30 желтоқсан аралығында біз үкімет емес ұйымдардың өкілдерін, арнайы мониторинг топтың өкілдерімен, оның ішінде бақылау өкілдерін біз шақырамыз, осы рейдтерге жүргіземіз. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің сыйлық алмауын біз алдын алу мақсатында. Мемлекеттік мекемелерге алдағы мереке күні ұжым мен мейрамханада тойлауына бола ма деген сауал қазір мемлекеттік қызметшілердің көкейінде жүргені анық. Жалпы оған заңмен шектеу қойылмаған. Алайда мемлекеттік қызметші әдептен озып, қандай да бір жат немесе теріс әрекетке бармауы тиіс. Әйтпесе жаңа жылды тойлаймын деп опық жеп қалуы мүмкін. Яғни мемлекеттік қызметшілер өзін қоғамдық орындарда масаң күйде жүруге болмайды деген сияқты талаптар бар. Яғни мысалға, сондықтан да біз оны ертең осындай мейрамханаларда атап өтіп, түрлі суреттер, мас күйде жаңағы жүрген мемлекеттік қызметшілердің әрекеттері сөйтіп әлеуметтік желіге жарияланып жатса, біз ол кезде осы ескертпені алдын ала беріп отырып, сондықтан оның басшыларының да жауапкершілігі қаралатын болады. Сондықтан корпоратив жасаймыз деп келеңсіз жағдайға тап болмау үшін мемлекеттік қызмет істері департаменті өңірдегі мемлекеттік мекемелерге мейрамды мейрамханада тойламай, оның орнына қайырымдылық шараларын жасауға шақырады. Бұл тек ұсыныс күйінде қалмай, жергілікті атқарушы орган өкілдері сауапты іске үн қосып, балалар үйі мен жалғызбасты қарттарға, көп балалы және тұрмыс төмен отбасыларға жаңа жыл қарсаңында қамқорлық көрсетіп, мерекелік көңіл күй сыйласа, нұр үстіне нұр болар еді. Әділбек Жақанов, Алпамыс Әшірбеков, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.